Сәлем достар, сіздермен жол бол, және бұл 2 жыл үзілістен кейін түсіріліп жатқан алғашқы видео. Осы 2026 жылдың қазір 6 айы, яғни жарты жыл өтті. 2026 жыл басталғалы, содан бері мен оқып бітірген кітаптарыма қысқаша шолу. Алдымен өзбек әлі және мәдени майдан атты кітап. Осы кітап алғашқы кітаптардың бірі болып оқылды, бірақ бұл жерде әрине рет-ретімен қоймаған. Бір сөзбен айтқанда 10-10 кеңес беремін. Екіншісі осы жақында ғана оқығаным, бұрынғы жасөспірім кезіндегі ең сүйікті кітаптардың бірі, және автор Джек Лондон, Мартин Иден. Еңбек етуге, жалпы жұмыс істеуге ерініп жүрсеңіздер, осы кітаптан шабыт алуға болады. Бірақ бір жағынан өмірге деген құлшыныстың қаншалықты маңызды екені және өмірдің мәні әр адамда болу керек екенін түсіндіреді. Бесен және болмыс. Бұл да отбасы хрестоматиясы. Алғашқылардың бірі болып негізі осы шыққан дейді. Одан кейін өзбек әлі және мәдени майдан, бірақ мен алғашқы кітабым ол қаныш және ғылыми майдан. Одан кейін жаңағы өзбек әлі және мәдени майдан. Сосын бесен және болмысты оқып бітірдім. Одан кейін классика бұрыннан бері сатып алып, бірақ оқуға уақытым жетпей жүрген искусство войны Сунь Цзы. Қытайдан алғы. Самурай без меча Жапондан алғы. Яғни как побеждать не силой оружия, а силой разума. Яғни жай қарудың күшімен емес, осы миымыздың күшімен қалай жеңіске жетуге болады. Дулат Исабеков Бекет, Асау баспасы. Осы баспадан 2 кітап алған болатынмын. Кітап Феста ол Бекет және Тіршілік. Тіршілікті алдыңғы жылы оқып бітірдім, ал Бекетке осы жылы қолым жетті. Өте жұқа, өте қысқа және өте жеңіл оқылатын кітаптардың бірі. Әрине менің сүйікті Агата Кристидің 3 кітабы бар бұл жерде. Жолда келе жатқанда пойызда идеально дәл дөп келетін ол убийство в Восточном экспрессе. Алғашқылардың бірі болып оқыдым балалық шағымда, және қазір қайтадан оқуға келдім. Агата Кристи Врата судьбы. Мына жерде бізде Том және Таппинс Бересфорд оқитындар біледі. Ал мына жерде бізде Эркюль Пуаро. Мич Элбл, Вторники с моря или величайший урок грузинде, яғни қайтыс болайын деп жатырған профессордың өлер алдында айтып кеткен даналығы. If you want a shirt. Енді сүйікті кітабым, және осы жолы мен магистраль баспасына қызық бастадым. Өте әдемі, иісін айта алмадым. Иісі мүлдем бөлек. 2 том тұратын граф Монте-Кристо Александр Дюма, классика. Шамамен бір 13-14 жастарымда, тіпті одан да кіші болғанда алғаш рет оқып, содан кейін өзімнің жеке кітапханамда болған армандап жүредім, және осы жылы сатып алу бұйырыпты. Және осындай әдемі розовый түсте. Енді ақша туралы. Самый богатый человек в Вавилоне. Жұқа, бірақ осы жылдың өзінде 3 рет оқыдым. Өйткені шынымен кеңестері қазіргі таңда ақша мен адамның деген қарым-қатынасы дым өзгермегенін көрсетеді. Қайтадан ақша туралы. Мой сосед миллионер. Бұл кітапты мен алғаш рет алдыңғы тіпті 24 жылыма 2 немесе 3 жыл бұрын оқыған болатынмын. Кітапханадан алып, кейін маған қатты ұнағандықтан өзіме сатып алғым келді, және осындай баспадан сатып алдым. Бұл қандай баспа екенін білмеймін, бірақ сырты қатты мұқаба, іші ондай қатты сапалы қағаз емес, дегенімен not bad. Мұхтар Әуезов, Абай жолы 2 том кетіп қалған, тіптен жазулары, бірақ 2 томын осы жылы әрең дегенде бітірдім. 1 жылға созып десе болады. 1 жылға дегенде 6 айға созып деген. Енді ақша туралы тағыдай. Жылдың басына айтпақшы мен богатый папа және бедный папа, Rich Dad and Poor Dad пен бастадым. Роберт Кийосаки, база, бір жағына, білмеймін, бір жағына оқу керек, бір жағына біреулер жай ғана ертегі дейді, бірақ why not if you wanna be rich? 7490 теңге тұрады, масқара. Бірақ мен шамамен 4-5 жыл бұрын алған болатын. Және магистраль баспасының бірінші алған кітабым ол Крестный отец Марио Пьюзи. Бұл кітапты да мен алғаш рет кітапханадан алып оқыдым, кейін өзіме қатты ұнағандықтан сатып алғым келді, және осы баспадан ұнады. Қарап тұрып, қарасын, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі.
сондықтан мен жеке кітапханамдағы егер граф Монте-Кристоның бір кітап емес 2 кітап деп санайтын болсақ, 3-ші кітап магистраль баспасынан. Және соңғы 2 қалды. Бисмилля. Бұл Агата Кристи, «Печальный кипарис». Не туралы. Анонимное письмо. Мынау жай ғана қызық үшін, ермек үшін бір қиын оқылатын, жаңағыдай Абай жолы дегендей ойландыратын кітаптармен бірге қосып оқитын кітап. Және қолым жеткені, наконец-то, Вирджиния Уоллес в своей комнате. Яғни қазіргі 21 ғасырда өзекті проблема және феминизм қозғалысы және жалпы әйелдердің құқығы деген сияқты сол тақырыптардың көбі бұрыннан бері бастау алады. Және ол яғни ұлыбритандық жазушы әйел адам Вирджиния Вульф деген, сондықтан өте танымал кітаптардың бірі. Және одан басқа онлайн оқылған кітаптардан менде Оюхан мен Жоюхан деген кітапты оқыдым кітапханадан. Ою өрнектің шығу тарихы және оны мағынасы туралы Сағатбек Медеубекұлы, қателеспесем, өте қызықты кітаптардың бірі. Ол жерге бір обложкасын қойып қою керек. Және «Отчего вы не буддист» деген кітапты оқып жатырмын. Шамамен 10 бетті қалды. Өте қызықты, оны да бөлек видео қылып шығарармын. Ал енді қазіргі сәтте оқып жатырған осында 3 кітабым бар. Ол біреуі орысша және екеуі қазақша. Ортасындағы таныс шығар. Осыдан бастаймын. Бұл бізде оқылмаған көрініп тұр. Абай жолы, Мұхтар Әуезов, 3-ші том бастап жатырмын. Енді бастап жатырмын дегенде шамамен осы маусым айы басталғалы бастап жатырмын, бірақ 60-ші бетке ғана келдім. Оқылу қиын жүріп жатыр. Орыс тілінде, бірақ неміс авторы Эрих Мария Ремарк, «Триумфальная арка» менің сүйікті авторларымның бірі. Жасөспірім кезімдегі Джек Лондон мен осы Эрих Мария Ремаркты жақсы көретін едім. Осы автордың алғашқы оқыған кітабым ол «Жизнь взаймы» или «У неба нет любимчиков». Екінші кітабы осы. Бір науқан болып, бұл қатты мұхаббат, көріп тұрсаңыздар. Шамамен бұл да бір 6-7 жыл бұрын сатып алдым. 699 теңге. Қазір бұндай бағаға кітап жоқ. Ең арзан кітаптың өзі бір 1500 теңге тұратын шығар шамамен. Және Бейсенбай және мәдени әдеби майдан, әдеби майдан, бүкіл майдандарды жинайын деп жатырмын. Өте қатты ұнап жатыр. Шамамен 2-3 күн болып бастағаныма бір 70-ші бетке келдім. Осымен болды.